Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 63-ші сабақ заттың атын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. 1 минут. Талғат ылғи кешігетін. 1 минут тұра тұрыңдаршы деп тосырып қоятын. Қыста шаңғы жарысы өтті. Оның досы Санжар 1 минутқа озып келді. Сонда әкесі жымиып былай деді: ештеңе етпес, 1 минут уақыт па? Уақытты бағалайық балалар. Мен оқимын, ойлаймын, ойнаймын кітабынан алынған мәтін. Талғат қандай бала екен? Оның үнемі кешігетіні дұрыс па балалар? Өз ойларыңды айтыңдаршы. Әрине дұрыс емес. 1 минуттың өзі жеңіске деген қадам. Оның досы Санжар 1 минутқа озып келді. Балалар, шаңғы сөздеріне сұрақ қойайықшы. Балалар, кімдер? Балалар, шаңғы. Шаңғы не? Не деген сұрақ? Яғни зат болса біз не деген сұрақ қоямыз? Шаңғы не деген сұраққа жауап береді екен. Жақсы, олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Ұстаз, ата, әже, әке, дәрігерлер. Бұл сөздердің бәріне кім, кімдер деген сұрақты қоямыз. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтарға қойылады. Балта, не, балта, не, балға, нелер, орындықтар, не, сиыр, не, қой, не, нелер, бұзаулар. Екінші жаттығу. Көркем жаз. Жаяу жүру өте пайдалы. Денсаулықты жақсартады. Көңіл күйді көтереді. Осы сөйлемді дәптерімізге көшіреміз. Балалар, жаяу жүрген денсаулыққа өте пайдалы екен. Және көңіл күйіміз көтеріледі екен. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Үшінші жаттығу. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап жаз. Бұл не? Бұл велосипед. Бұл не? Бұл шаңғы. Бұл не? Бұл теннис таяқшасы. Бұл не? Бұл шахмат. Балалар, осы сөздерді қатессіз суреттің орнына сөздерді қойып жазатын боламыз. Төртінші жаттығу. Берілген сөздерді кімдер сұрағына жауап беретін сөздерге айналдырып айт. Бала, балалар, яғни кімдер? Балала деген сұраққа жауап беріп тұр. Адам, адамдар. Дос, достар. Бұл сөздердің барлығы кімдер деген сұраққа жауап беріп тұр. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Берілген ережені міндетті түрде жаттап келеміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.